Николай Островский атындағы нөмір 4 Күршім орта мектебінің іргетасы 1980 жылы қаланды. Жарты ғасырға жуық мектеп ел мерейін асқақтататын, толғалар баптайтын, құтты мекен алтын ұяға айналды. Биылғы 2024-2025 жылғы оқу жылында ауылдық жерлердегі тірек мектептердің әлеуетін дамыту жобасы аясында мектептің материалдық техникалық базасы толығымен жаңартылды. Бұл жоба білім беру сапасын арттыруға, үздік педагогикалық тәжірибелер мен әдістемелерді енгізуге және тірек мектептерді қажетті материалдық техникалық базамен қамтамасыз етуге бағытталған. Мектеп интерактивті құралдармен, заманауи жиһаздармен, оқу әдістемелік жиынтықтармен жабдықталды. Бұл тек бірінші кезең ғана. 3 жыл көлемінде екінші кезеңі мұғалімдердің біліктілігін арттыру жүзеге асуда. Олар Назарбаев зияткерлік мектебі мамандарымен тығыз байланыс орнатқан. Расында, оқу кабинеттері нағыз заманауи білім беру сыныптарына айналды. Барлығында жиһаздар жаңартылып, эргономикалық орындықтар мен парталар қойылды. Бұдан бөлек қосымша білім беру кабинеттері, STEM зертханасы, робототехника, арт студиясы, мектеп телестудиясы, зияткерлік холл, оқу шеберханалары, заманауи кітапхана бар. Сабақ арасында үзілісті оқушылар тиімді өткізу үшін рекреациялық демалыс аймағы, арнайы ойындар мен ыңғайлы жиһаздармен толыққан. Сонымен қатар, мектебімізге Шығыс Қазақстан облысы әкімінің аппарат басшысы Ерлан Текешев келіп, білім ошағының оқу процесімен танысты. Бөлік тәуелсіз блогер Рүстем Амангелді арнайы қонақ болып, оқу ордасы жайлы репортаж дайындап, оң бағасын беріп кетті. Начинаются чудеса. Турникеты и огромная сенсорная панель на входе показалась мне поначалу каким-то вычурным наворотом, но это были лишь цветочки. Ягодки ожидали дальше. Внутри нас встретила вполне себе профессиональная видеостудия, на которой ребята обучаются искусству ведения подкастов и ведут вполне нормальный блог в Инстаграме. Хорошо укомплектованная библиотека, станки, на которых ребята работают в современных защитных очках. Мастерская для тебя, профессионально рассуждая о возможностях его практического применения и различиях в схемотехнике плат разных поколений. Но и на этом чудеса не закончились. В школе есть и 3D-принтер, и экспериментальная теплица, и даже обычные классы укомплектованы, но очень продвинутыми партами. Отличный конференц-зал и спортивный зал. Не знаю, что еще я забыл рассказать об этой школе. Ал Хабар 24 телеарнасының аймақтағы меншікті тілшілері Елмира Ахметова мен Анель Есенбердина мектеп туралы бейне сюжет дайындап, білім ошағының жетістіктерін республикаға паш етті. Осының барлығы білім сапасын жақсартуға бағытталған тиімді бастамалар деп білеміз. 2024-2025 оқу жылының бір тоқсаны бойынша білім сапасы былтырғы оқу жылмен салыстырғанда 2%-ға өсті. Осыншама қысқа уақытта өсу динамикасы осындай болса, бірнеше жылдан кейін жақсы нәтижелерге жетеміз деген сеніміміз бар. Бұның барлығы мектебіміздің материалдық техникалық базасының жаңартылуымен тікелей байланысты.